Қайырлы күн, миллионерші оқырмандар. Ақша табу оңай ма, әлде қиын ба? Осы тақырыпта бүгін видео түсіретін боламын. Ақша табуды қиын деп қабылдасаңыз, онда шынымен де оны табу өте қиын болады. Көп адам қиын деп есептейді. Ал ақшасы көп адам оны оп-оңай табатын адамдардан сұрасаңыз, ақша табу қатты қиын емес деп жауап береді. Бәлкім ақшаны оңай не қиын табу сіздің миыңызға байланысты болар. Төмендегідей жаттығу істеп көрейік. Жаңа дәптер арнап, сол дәптерге күніге ұйықтар алдында былай деп жазыңыз. Менің айлығым 2.800.000 теңгені құрайды. Менің қосымша табыстарым 3.200.000 теңгені құрайды деп жазыңыз. Дәл осылай дәптеріңізге ұйықтар алдында тұрақты түрде жазыңыздар. Дәптер толғанша қайталай жазып көріңіз. Көп ұзамай табысыңыз өсуі керек. Осы сөйлемді жазып жатып, миыңызды байқап көріңіз. Мұндай сандарды миыңыз қабылдай алады ма? Қабылдай алмаса, комментке минус қалдырыңыз. Оңай қабылданса, онда комментке плюс қалдырыңыз. Тақырыпқа қызығушылық болса, алда түсіндіріп кетеміз. Не үшін кейбір адамдарға оңай, ал кейбір адамдарға қиын қабылданатыны жайлы. Осы видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға жазылмаған болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңыз бай қуатты миллионерше ханымдар болыңыздар.